Ассалаумағалейкум, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы мырза. Бүгін 12-12-2022 жылы Маңғыстау жұрты сізге төмендегінде үндеу жолдайды. 1 қыркүйек 2022 жылы, яғни 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдаған жолдауыңызда өзіңіз айтқандай 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстан аумағына кірген шетелдік автокөліктер тіркеуге алынсын деген болатынсыз. Осыған орай Маңғыстау жұртшылығының үндеуін құлақ асуыңызды сұраймыз. Барлық шетелдік автокөліктерді заңдастырып беруіңізді айта кетсек, Армения, Грузия, Қырғыз, Орыс елдерінен тіркеуде тұрған немесе тіркеуден шығып қалған және де автокөлікті басқару құралы оң жақты сол жаққа ауысқан немесе басқару құралы оң жақта орналасқан көліктерді жалпы айтқанда барлық, яғни жоғарыда аталып кеткен шетелдік көліктерді бөліп жарымай барлығын бірыңғай халыққа ыңғайлы деңгейде жеңілдетіп тіркеуге қоюға сұралады. Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін шетелдік автокөліктер, яғни Грузия мемлекетінен кіргізілген көліктердің кедендік тазаруын жеңілдетілген түрде халыққа қолжетімді деңгейде ұсынылуын сұраймыз. Тағы да бір айта кетер жағдай, қазіргі